Қайырлы таң, қазақ елі. Биылғы жыл еліміздің театр саласында атаулы күндер мен мерейтойларға толы болды. Солардың бірі Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, парасат және бірінші дәрежелі достық ордендерінің иегері Сәбит Оразбаевтың 80 жасқа толған мерейтойы. Сәбит ата, қайырлы таң. Өзіңізді Қазақстан ұлттық арнасының көрермендерінің атынан құттықтаймыз. Біздің шағын сыйлығымызды қабыл алыңыз. Рахмет. Таяуда елбасының қабылдауында болып қайттыңыз. Кездесу қалай өтті? Әрине, ол жерде енді мен жөнінде еткен еңбегіме баға берді. Театрымызға деген өзінің ой пікірі ерен, жақсы сондай. Театрдың тарихын жақсы біледі. Біздің осы театрдың негізін қалаған бабаларымыздың барлығын айтып бастан аяқ. Солардың тәрбиесін көрген, солардың сахнада сөз саптасын естіген, бейнелері қандай, біздің қазақтың қазынасы, драматургияның да алғашқы кезеңі, театрдың да алғашқы кезеңі, сол біздің Қызылордада басталып, Алматыға келген жылдардың барлығын айтып, өзінің ризашылығын білдіріп, енді менің театрда енді 60 жылдай қызмет жасаған бір жерде. Оның да дұрыс деді. Соңғы жасалған образдарымның көбісін дәл айтып шықты. Енді әрине, ол өзі мен үшін де күтпеген жағдай болды. Сен туған күнің 29-ында еді, нағып май айына қалдырғасын дейді. Мен денсаулығыма байланысты күн жылысын, кішкене емін еркін, айналаның бәрі құлпырып, Алатаудың бәрі тамаша болғансың, соның бауырайында өтсу ниетті едік. Сонымен байланысты кейінге қалды дедім. Бірінші дәрежелі достық орденімен марапатталдыңыз. Бұл сіздің театрдағы еңбегіңізге ғана емес, достық пен бейбітшілікті нығайтуға қосқан үлесіңіз үшін берілген де марапат қой. Әрине, енді ол орден деген, Құдайға шүкір, жоғары жақтағысын бәрін алып жатырмыз. Сол еңбекке берілген жалғыз маған емес, театрдың абыройлы екенін, деңгейінің жоғары екенін, жалпы бүкіл театрлардың қара шаңырағы деп бекер айтылмаған ғой. Соған байланысты болу керек. Ол айтты 100-ден астам өте үлкен бейнелер жасаған екенсіз деп. Не үшін берілгеніне дейін маған айтты. Рахмет дедім, жалғыз маған емес, әуезов қасиетті қара шаңырақтағы ұжымның аса ерекше қызмет жасағанына беріліп жатқан деп білем деп сөйледі. Алғаным шаттандым, қуандым, риза болдым. Достық демекші, Сәбит ата, сіз өзбек елінің де еңбек сіңірген әртіссіз. Бұл да сіздің сол халықтың өнеріне сіңірген еңбегіңіздің бағасы ғой. Біздің мына Сайрам ауданымыз, менің тұратын ауданның 50% ағайындар, өзбек ағайындар. Олар өте бір еңбекқор, осы ауданның жер жұмысыменен, көкөніс егуменен, мал бағуменен үлгісін көрсетіп отырады. Сол осы декада болды ғой, ана жылы Өзбекстанға барғанда. Сонда берген кісінің айтқаны мен есімде қазақ пен өзбек ағайындардың арасында дәнекер болыңыз деді маған. Хоп, мәйлі дедім. Сіздің өмірдің өзі театр атты естеліктер жинағыңызды оқырман өте жақсы қабылдады. Өмірді, өнердің үлкен белестерін артқа тастаған ақсақал ретінде тағы қандай тақырыптар толғандырады сізді? Бұрын сол бабаларымыздың көз көрген кісілер жөнінде айтып жүретінбіз ғой туған. Сонан кейін осы бір айтты, сен айтасың, нақ кітап жазбайсың. Сонан кейін отырдым, микрофонменен жаздырып едім, көңілімнен шықпады. Сонан соң мен алдымда осы неге мен жасалмаймын? Сөйлегенде сарнаймын, қағазға келгенде, бірақ жазу шынында да қиын екен. Қиын болғанда да бұл енді мен әлгі дүниені дүркіретіп, барлық атақ абыройды ордендерді алған кісілер жөнінде жазған жоқпын. Ол кісілердің енді бір қызық сәттерін, көбінесе біздің театрымызда
мына көрінбейтін асыл азаматтар бар ғой, сахнаның ар жағындағылар. Олардың еңбегі өте зор. Мұхат Жолтаев, Маусымбаев дейтін Мәскеуден бітіріп келген, актерлікті бітіріп келіп, осында бас администратор болды біздің театрымызда. Оның міндеті өте ауыр. Сол ерінбей, жалықпай, бүкіл Қазақстанның бәрін аралап, біздерге нақ-манақ, қай жерге барсақ, бәрі дайын тұрады. Өз бір ерекше пысық кіші. Сол жөнінде, сондай кісілер жөнінде жаздым мен. Мұхат Жолтаев дейтін осы театрдың бір қаратор еңбекшіл, өте бір асыл азамат еді. Үндемей тұғын, көпті сөйлемейтін тұғын. Бір рет бір үлкен спектакльдің декорациясы темірден жасалған, ол қозғалыста тұру керек. Сол тоқтап қалғанда соны енді жөндеуге астына түсіп кеткен ғой жаңағы Мұхат. Мына жақта көрмеген соң білмейді, ананың астында жұмыс істеп жатқан, кнопканы басып жіберді. Мұхат айтады енді, өлтіріңдер мені, өлтіріңдер енді. Ойларың осы ғой деп айқайлап жатыр. Мәмбет, өй тоқтат, құрттың ананы, құрттың деп. Сөйтіп кішкене қысылып қалған жерінен шығарып алдық ананы. Ал енді менің кітабым осындай табыспен өтеді деп ойлаған жоқ. Әлі өз қаншама шығарды, әлі күнге дейін сұраушылар бар. Үшіншісі бар, оған енді білмеймін, денсаулығыма байланысты. Осы жазушылардың еңбегі бар. Ерен азап екен ғой. Бұл жазу дегеннің өзі. Тағы да ол бірінші газетке басылды ғой. Ал сенбі тез қалай кеп қалғанын білмей қалам. Күндіз түні отырып, сенбіге дайындап беруім керек жаңа. Бәрі бітті ғой деп қайтадан оқып шықсам, көңілмен шықпайды. Оның бәрін жырып тастап қайтадан жазам. Сөйтсем, бұның азабы көп екен. Қазір өнердің қай саласында болса да шынайылық аздау, бір арзан дүниеге әуес болып бара жатырмыз деген пікірлер бар. Осыған өзіңіз қалай қарайсыз? Бұл елдің жақынданудың бір келе жатқан толқыны болу керек. Енді бәріне топырақ шашуға болмайды, жақсы әншілер бар. Қыздарда да, ұлдарда да, түсініп айтатындары да бар. Ал енді көбісі өте тыңдайсың, есіңде қалмайды. Ол ән жақсы болсаң, адамның жүрегіне жету керек қой. Оның ән біткеннен кейін де әннің өзі сарнап тұрады санаңда. Анау ән бітіп кетті ғой. Көпке дейін жақсы әндер көкейіңнен кетпейді. Енді бұл жалғыз мен емес, қазір өзі ғасырдың проблемасы ғой деп ойлаймын. Таңшолпанның көрермендеріне деген сіздің ақ батаңызды естісек? Мен Қазақстан арнасын шынында да өзім қазақилығына, диктілерінің анық айқын сөйлейтініне, соңын кейін көтерген мына халықтың мұңын, халықтың жырын, халықтың жақсылығын паш еткеніне өзім ризам. Сондықтан да бұл каналға осы зор табыс тілеймін. Табыс болғанда халықтың мұң-мұқтажын, жақсылық қасиетін, өнерін жоғарғы деңгейлі өнерлерді көрсетіп тұрса, нұр үстіне нұр ғой деп ойлаймын. Сұхбатыңызға рахмет. Ортамызда ұзақ ғұмыр кешіп, аман есен жүре беріңіз. Рахмет, айналайын. Құрметті көрермен, сіздер Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, Парасат бірінші дәрежелі достық ордендерінің иегері Сәбит Оразбаевтың сұхбатын тыңдадыңыздар. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде.